Отырар қаласы тарихта Тұрар, Тарбан, Тарап аттарымен белгілі. Бұл топырақта ұлы ойшыл Әбу Насыр әл-Фараби дүниеге келген. Алғаш рет Отырар және Фараб атаулары жазба деректерде біздің дәуірдің 9 ғасырында кездесе бастады. Елімізде ұлы жылдардың демалысқа байланысты көптеген саяхатшы зияратшылар келіп жатыр. Бізде сол Ақтөбеден келген, Темір ауданынан келген зияратшыларды бастап, Түркістанда 2,5 күн бойы саяхаттайтын боламыз. Бізден бірге болыңыздар. Қандай жерге барамыз, не көреміз, қандай тарих болады, аңыз болады, соны бірге тамашалайтын боласыздар. Қасиетті Отырар жері, Отырар жеріндегі керемет бір Ұлы Жібек жолы бойындағы өзіндік тарихи орны бар. Отырар қамалы. Бүгінгі таңда туризмді дамыту барысында, жан-жақты насихаттау барысында керемет мынандай қақпа салынған, жаңартылған. Осы жағдайлардың барлығы сол Қазақстанның ішкі туризм дамытуда жасалып жатқан, мемлекеттің қолдап жатқан үлкен еңбегі жемісті болсын. Біз міне Түркістан топырағынан шыққан бойда батыс жері Ақтөбе өңірі Темір ауданынан келген ұстаз, мұғалімдер, педагогика саласының мамандарын алып Отырардың топырағына қадам басқан жайымыз. Алғашқы экскурсиялық біздің жұмысымыз Отырар топырағынан басталмақшы, одан кейін Арыстанбапқа барамыз. Олай болса бізден бірге болыңыздар. Отырар тарихынан аздап сыр шертетін болады. Отырар қамалдары жайлы сөз қозғай кетсең болғаны, 6 ай бойы қабырғасы мүжілмей қасқайып, Шыңғысхан әскеріне төтеп берген қамал есімізге түседі. Сол замандарды көзбен көрбесек те, тарихи сәттерінің куәгері болмасақ та, бүгінгі таңға жеткен тарих іздерінің өзі бізді мыңжылдықтардың тарих сахнасына жетелей кетері ақиқат. Отырар бүгінде еліміздің ішкі туризмдегі жүрегі. Өзіндік тарихи орны бар кешегі күннің бір белесі іспетті, өткенмен болашақты байланыстырған алтын көпір тектес, тарихынан тағылым тартқан қарт қамал. Бірақ қамал тарихы тек Шыңғысхан жорығымен ғана шектелмейді. Біздің заманға дейін де, және біздің заманның 18 ғасырына дейін де арқаланып қаншама тарихи оқиғаларды жеткізе білген көне мұрағат деуге болады. Тек топырағына табан тіреп, қолыңмен ұстап, көзіңмен көріп, сол замандарға бір сәт сапар шеге білсең болғаны. Келу керек, көзбен көріп, жүрекпен сезіну керек. Өйткені бұл ұлы көшпендінің қара шаңырағы, түркінің қорғаны, қазақ деген елдің ұлыларының ізі қалған қасиетті де қастерлі мекені. Қай жерден келдіңіз? Ақтөбе қаласы, Кеңгер ауылынан келдім. Қалай екен? Күшті. Саяхат ұнап жатыр ма? Ұнап жатыр. Отырарға бірінші рет келуіңіз ғой, иә? Бірінші рет келу. Түркістанға да бірінші рет, иә? Иә. Тамаша, сапарларыңыз сәтті болсын. Рахмет. Бірақ Ақтөбе жерінде де көп қой саяхаттайтын орындар, қасиетті орындар. Бар. Ол жаққа да шақырасыздар ма бізді? Міндетті түрде. Келіңіздер. Қой сойып, құрбандық шалып, Иә. қуырдақ жеп, ой тамаша, керемет. Отырар топырағындағы саяхатымыз жалғасып жатыр. Жаңа ғана орта ғасырлық керемет тарихи нысан, ішкі туризмдегі өзіндік орны бар. Отырар қамалынан шықтық. Ақтөбеден батыс жерінен келген қонақтарымыз көріп тамаша, тәнті болып жатыр. Енді біздің сапарымыз қазір қастерлі мекен, қасиетті Арыстанбаптың жатқан жерінен жалғасып жатыр. Мұнда да азды көпті аңыздарынан дерек тоқтайтын боламыз қазір. Отырар топырағындағы тарихи орындар күн санап ішкі туризмнің дамуына сүбелі үлес қосуда. Отырар қамалы тарихымен, ғұлама ойшыл Яссауи ұстазы саналған Арыстанбаптай данасымен, қасиетті топырақта кіндік қаны тамған Өзбекәлі Жәнібековтай тұлғасымен, тектілердің атасы Құрбан ата кесенесімен, Әл-Фараби мен Бейбарыс Сұлтандай оғландарымен марқаюда. Күн өткен сайын қастерлі мекенге ағылып жатқан саяхатшы зияратшылар легі толастамауда. Күні мен түнін қатар сапарлаған құт мекеннің туризмі қарыштай беретініне бек сенімдіміз. Ақтөбенің қай ауданынан келдіңіздер? Темір ауданы? Бірінші рет келулеріңіз ғой? Қалай екен, алған әсерлеріңіз? Жақсы, гид та жақсы, сізге Алла разы болсын. Ой, тамаша, ұнап жатыр ма? Ұнап жатыр. Неше күн боласыздар? 10 күн боламыз әлі.
сәлеметсіздерме? Менің есімім Сағат Шолпағат. Бүгін осы ақтөбелік саяхатшылармен, зияратшылармен бірге отыратын топырағына келіп отырмыз. Енді бұл Түркістанның өңіріне көне жерге саяхат жасап келген екен. Мен де осы салада өзім қызығушылығым артқандықтан тәжірибе алмасып, тәжірибе жинап жатырмын. Жақында осы Әзірет Сұлтан музей қорығынан дәріс алған болатынмын. Және де бұл салаға қызығушылығым менің кішкентай кезімнен пайда болған болатын. Өйткені мен кішкентай кезімнен осы туристерді көріп өстім. Және де болашақта да осы туризм мамандығын таңдаймын деп отырмын. Міне ақтөбеліктермен біздің Түркістан төңірегіндегі сапарымыз жалғасып жатыр. Міне қазақтың Ақордасының астанасы болған Сауран қамалына да жақындап қалдық. Сәтін салса, бүгін осы Сауран қамалындағы тарихи деректердің куәгері боламыз. Осындай экскурсия болады, жақсы әңгімелер айтылады. Ақорданың астанасы, Тоқтамыс ханның соғысқан жері, Әмір Темірдің соғысқан жері, Абдулла ханның тас атқыштары оқ атқан жер. Міне осы Сауран қамалы туралы бүгін Ақтөбеден келген, Темір ауданынан келген міне ұстаздар қауымына соны түсіндіретін боламыз. жылы Барлас Сесенбай бастаған Намад Эксплор экспедициясының құрамында болып, міне осы жерде осындай белгі тас қалдырғанбыз. Сол кездегі біздің оңтүстік аңыздар экспедициясында спонсор болған адамдар міне. Астана Моторс, Hyundai, BI Group, Monolith, міне барлық компаниялардың қолтаңбасы қалған. Анау мұнараны сол кезде біз жиналған қаржыға салдырып 3 күн бойы осы жерде концерт қойған болатынбыз. Керемет оңтүстік аңыздар деген экспедиция бүгінде де міне жалғасын тауып жатыр. Ақтөбеден келген міне біздің саяхатшыларымыз Сауран қамалына келе жатқан жайы. Өте ұнап жатыр. Бір емес, 2 қалаға келіп жатыр. Екінші қаламызға Сауран қаласына. Қамал өте әдемі. Тарихи осындай Түркістанның киелі жеріне келіп жатқанымызға қатты ырзамын. Күшті қуанышты болып келе жатырмын. Бұйырса, Алла қаласа бұл Түркістанға 2-ші рет келуім. Бірінші келгенде бұл жерлерге келмеп едім, 2-ші рет келгенімен өкінбеймін. Түркістанға 3-ші рет келсем, бұдан да күшті жерлерді көреді деген ниеттемін. Түркістан жылдан жылға көркейе берсін. Түркістан нағыз тарихи орындардың, жәдігердің нағыз отаны деп айтуға болады. Ақтөбеден келдің ғой сен де, иә? Кіммен келдің? Мамамен. Қалай саған? Ұнады ма бүгін саяхат? Иә. Тағы да келесің бе? Ой, жарайсың. Түркістанға нешінші рет келдіңіз? Алғаш рет келуім. Алғаш рет. Қалай болып жатыр саяхат? Өте керемет күшті. Әлі неше күн уақыттарыңыз бар? Енді 1,5 күн. Қай ауданнан келдіңіздер? Темір ауданынан Ақтөбе облысы. Түркістан қаласы өте әдемі қала екен. Қай пәннен сабақ бересіз? Информатика пән мұғалімі. Тағы да келесіз бе? Бұйырса. Ой, тамаша. Асықпай келу керек. Көп күнге келу керек. Ал біздер мына Батыс Қазақстан Ақтөбе облысынан Темір ауданынан Кингяқ мектебінен келіп тұрмыз. Түркістанның табиғатына тәнті болып, риза болып жатырмыз. Бәріңізге көп-көп рахмет. Бәрі қызықты. Әсіресе мына Ерлан ағайға көп үлкен рахметімді айтамыз. Біраз мәлімет алдық тарихи жағынан, мәдени жағынан дегендей.
керемет Түркістан Қызылорда бағытындағы Сауран қамалындағы біздің экскурсиямыз өз мәресіне келіп жетті. Шамалы ғана уақыттың ішінде сонау Ақтөбеден келген ұстаздар қанып, азды көпті деректі айтып бөлістік, ризашылықтарын білдіріп жатыр. Көңілдері тоқ, риза, жақсы бір ауа райы болып тұр. Көк шалғын, әдемі жер ананың оянып жатқан сәті, аспанды бұлт торлап тұр, жауын себелеген салқын таза ауаның бір көктемнің бір керемет шуақты сәтінде осылай бірінші күнімізді аяқтап Түркістан қайдасың деп қайта жолға шығып жатқан жайымыз бар. Біздің бүгінгі сапарымыз өз жалғасын табуда. Түркістан облысына сапарға шықтық. Ақтөбе өңірінен, Темір ауданынан келген ұстаздар қауымы кәсіподақ үйімі жіберген екен. Соларды міне 2,5 күн бойы Түркістан облысында тарихи мәдени орындарды аралатып тамашалататын боламыз. Біздің қазір келіп тұрған жеріміз өздеріңізге белгілі табиғи Ақмешіт үңгірі. Ел жадында әулиелі жер дейді, қасиетті жер дейді. Шын мәнісінде табиғи үңгір, ішінде ағаш өсіп тұр, құстардың саңғырығы бар. Осы бір әдемі көріністі қазір аздап суреттейтін боламыз. Соңғы жылдары Түркістан өңірінің ішкі туризмдегі бренді ретінде қалыптасып жатқан туристік нысанның бірі Ақмешіт үңгірі. Ел жадында қасиетті мекен саналады. Тарихын, дерегін дөп басып айту қиын нысан. Ауызекі айтылатын аңыздар желісі ғана бар. Табиғи жер асты суларының тоқтауынан қалыптасқан болуы да мүмкін. Ең бастысы Қазыналы Қаратаудың тылсымға толы мекені. Еліміздегі ең көне тау саналатын Қаратаудың бізден жасырған құпиясы әлі де ашылмай келе жатқан жайы бар. Қойнауы қазынаға толы Қаратауға келген саяхатшыларға көрсетер дүниеміз көп болғай. Құсшар биіктен тұмар іспетті үңгірдің әлі де зерттелуі қажет. Ақтөбе облысы Темір ауданы кәсіподақ үйіне үлкен алғысымызды білдіреміз. Осылай туристік сапарларға бізді шығарған үшін мың алғыс айтамыз. Керемет демалыс болып жатыр, керемет сапар болып жатыр. Рахмет айтамыз. Біз Темір ауданының бірнеше мұғалімдері, Темір ауданы мектептеріне жиналған бірнеше маман, мұғалімдер бүгін міне Түркістан облысына саяхат жасап келген болатынбыз. Бірақ біз мына жерде тек Түркістан емес, бүгін көріп тұрғаныңыздай міне Ақмешіт жанында Шымкентке қарай жол тартып бара жатырмыз. Енді 3 күнге жіберілген турымызда өте керемет, айтатыны жоқ. Қазақта осындай тарихи жерлерде өзіміз оңтүстік жағына бірінші рет келіп тұрғаннан кейін таңданысым шексіз. Талай тарихи жерлерге қазақтың талай ең көрікті жерлеріне жаңағы Алла тағала қандай әсем қылып шебер үйлестірген Ақмешіттің өзі қандай таңғалып жатырмыз. Ертең 3-ші күн жалғасады. Әлі де сіздермен бөлісеміз. Керемет саяхатқа жіберуге мүмкіндік берген аудандық кәсіподақ ұйымына рахметіміз, алғысымыз шексіз. Міне Домалағана кесенесіне де келіп жеттік. Бәйдібек бидің 3-ші әйелі. Заманында Бәйдібек бидің үйір жылқысын Қарақайдардың қолынан құтқарып қалған. Мама биенің қолынан алып қалып шылбыр салып шыңғыртқанда қарақшылар барымталап кетіп бара жатқан күллі үйір, үлкен үйір жылқы, мыңдаған жылқы қайтып үйірге осы Бәйдібек бидің өзінің ауылына қайтып келген. Сондай даналығы болған, жылқыны құтқарған, адам шығынын жасатпай, өзінің аналық сүтіне иіліп жасаған нанды жегізіп Қарақайдарды өзіне де бала еткен. Қарақайдар сонда қасиетті Дихнат мама болдыңыз, қасиетті ана болдыңыз деп тағзым еткен. Моғолстан билеушісі болған заманда бұл кісінің ұрпақтары осы Балабөген өзенінің бойына келіп намаз үстінде дүние салған. Сөйтіп Ақтүйенің үстіне денесін артып
қай жерге шөксе сол жерге жерлейміз деген кезде міне осы домалақ ананың кесенесіне осы жерден көтерілген, осы жерге қойған, осы жерге жерленген. Үстінде домалақ ананың қабірі негізгі жерленген жер астында, бірақ елге зияратқа ыңғайлы болсын деп үстіне көк тас орнатқан. Қандай тамаша. Жан-жағының бәрі көркейіп, керемет. Келген зияратшыларға, саяхатшыларға осындай жағдай жасалған. Міне жылдан жылға саяхатшы көп келіп жатқан. Қандай тамаша. Қандай жерге келдіңіздер? Қайдан келдіңіздер? Қалай екен? Саяхат қалай болуда? Өте керемет. Ұнады ма? Қасиетті жерлерге аяқ басып жатырмыз. Тамаша. Тамсану. Керемет. Дәл осындай сезіммен келді. Өте керемет адам. Ұнаса болды сіздерге. Тағы да келесіздер ме? Болсын қастарыңызда. Осындай Осындайда керемет гид болу керек. гид болу керек. Тарихты білу керек. Күшті керемет ағай. О, тамаша. Алған әсерлеріңіз қалай? Керемет күшті. Ұнап жатыр ма? Тағы да келесіздер ме? Әрине, бұйырса. Жақсы, сәттілік. Ал зияраттарыңыз қабыл болсын. Қайдан келдіңіздер? Көкбастан. Нешінші рет келулеріңіз? Бірінші рет. Ұнады ма? Өте жақсы. Домалақ ананың қасиетті мекенінен де шығып бара жатқан жайымыз. Ендігі сапарымыз Шымкент қаласы. 1 сағаттық жол. Күн суық, қарлы, жауын басталайын деп тұр. Қандай тамаша. Сәуір болмай, тәуір болмайды деген осы болар. Біз сапарымызды Шымкентте жалғастырамыз. Біздің Ақтөбе өңірінен келген саяхатшы зияратшыларымызбен бірге Түркістан топырағындағы 3-ші таңымыз атып келе жатыр. Сәтін салса, бүгін бір жауын жаумай, бір бұлттанып тұрғанмен бір жақсы бір салқын күні кесененің төңірегіндегі тарихи орындар жайлы азды көп ақпарат беретін боламыз. Және экскурсиямыз ұзаққа созылмайын деп тұр. Себебі бұл кісілердің қайтатын пойызы бар. Түс мезгілінде соған байланысты қаланың басқа да жерлерін көріп үлгеру үшін ең алдымен 8:30 шамасында міне осы Қожа Ахмет Яссауи кесенесінің алдына келіп, сол кісілермен бірге экскурсияны бастаймыз. Қожа Ахмет Яссауи кесенесінің салыну тарихы, аңызы, дерегі азды көпті ақпарат беріп болғаннан кейін ол кісілерді емін-еркін аралап шығуға мүмкіндік береміз. Міне бүгін 3-ші күніміздің таңы. Сәтін салса түске дейін қызықты дүниелерді көрсетіп, осы кісілерге аман-есен жолға шығарып саламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Сонда Түркістан өңіріне, Түркістан топырағына саяхаттап келуде қандай жерлерді көруге болады, бізбен қандай ақпараттар алысуға болады, нені тамашалауға болады, сол жөнінде ақпаратта жақсы көбірек алатын боласыздар. Түркістанның туризмі түлей берсін, бірге дамытуға үлес қосайық. Осы сапарымыздың барысында біз жас шәкірттер тәрбиелеуді қолға алдық. Себебі Түркістан қаласына жыл өткен сайын, уақыт өткен сайын саяхатшылар көптеп келуде. Биыл Қазақстандағы Қытай елінің туризм жылы болмақ. Демек, бір Қытай тілі ғана емес, сонау Италиядан, Европадан, шетелден, Түркиядан көптеген саяхатшылар келеді. Сол себепті де қай тілде болсын, бізге ең бірінші керек дүние ол мамандар. Біз маман даярлауда сәл қалыс қалып баратқан жайымыз бар. Сол үшін жастарды көбірек дайындап, туризм университетінен шығып жатқан студенттерді көбірек осы экскурсия жүргізуге, тарихты тануға, өлкені біліп, сол өлкеден біліп жатқан дүниелердің барлығын саяхатшыларға жеткізуге біз көптеп үлес қосуымыз керек. 30 жыл артта қалып баратқан жайымыз бар. Өзбекстан еліне жылына 10 миллионға саяхатшы келіп жатса, біздің Түркістанға әзірге миллион жарым болып жатыр. Соның арасында санаулы ғана саяхатшылар шетелден келіп жатқан жайы бар. Сол себепті де ең алдымен біз ішкі туризм дамыту барысында өзіміздің еліміздің 20 миллион халықтан кемінде 5 миллион халық саяхатқа шыға алатынымызды, соның 3 миллион халқын осы Түркістанға алып келуіміз керек. Сонда бар Түркістанның туризм одан сайын түлей бастайды. Ол үшін бізге жас мамандар керек, тарихшылар керек, өлкетанушылар керек, өзге тілді білетін мамандар керек. Соларды міне тәрбиелеу барысында бүгін міне Жанболат қызы Шапағат қарындасымызды ертіп шыққан болатынбыз. 3 күннен бері қасымызда көріп, біліп, танып, ары қарай осы туризмді дамытуға өзімнің үлесімді қосам деп жатқан жайы бар. Бұл Шапағат қызымызда жақында ғана Әзірет Сұлтан мемлекеттік ұлттық тарихи мәдени қорық мұражайында 2 айлық өзінің тәлімін алып шықты, тәжірибесін жинақтап шықты. Осы мекемеге де көп рахмет, алғысымызды айтамыз.
Міне Түркістанға келгенде мұражайдың осындай мамандар сіздерге қызмет көрсетеді. Қандай керемет, өте білімді, ілімді. Сіздерге барлық экскурсияны жүргізеді. Міне қарындасымыз осындай. Келіңіздер, күтеміз. Экскурсия қалай өтуде? Керемет. Сапарларыңыз ұнады ма? Ұнады. Тағы да келесіздер ме? Мүмкіндік болса, келеміз. Яссауидің ілім жолына түсетін шәкірттер алдымен келгенде 40 күн бойы мына шілдехананың ішінде отырып, өздерінің жүректерін тазалаған, Аллаға деген құлшылықтарын бастаған. Сөйтіп, Қожа Ахмет Яссауи бабамыздың ілімін жалғастыру барысында, соны насихаттау барысында ақ жүрекпен, таза пейіл көңілмен 40 күн бойы өздерін тазалау арқылы ілімін жаңғыртып, соңына ерген. Мына күмбезді салу барысында міне шебер өзінің қолтаңбасын қалдырған Шам қаласынан келген Абдел Вахаб. Сонау ана 6 қырлы көк қыштың ішіне өзінің ат жөнін жазып кеткен, ерекше көрініп тұрады. Әр келгенде осы күмбез жайлы тарихты, деректі біліп жүргендеріңіз абзал. Ресей патшалығы Түркістан төңірегіне әскерін кіргізген кезде қоқан билеушілерінің қолында болған Қожа Ахмет Яссауи кесенесінің мынау батыс жақ беткейінде 11 рет пушкілерден оқ атылған. Сол 11 оқтың міне асхана төңірегіне зақымы келген, зиян келтірілген, кейіннен қайта қалпына келтірілген. Ол кезде 1864 жылы полковник Веревкин бастаған әскер келіп осы төңіректі жаулап алған. Сол жеңісіне жеткеннен кейін, мынаның ішіне қоқан әскерлерін қуып шыққаннан кейін, полковник Веревкин генерал-лейтенант деген шен алған. Міне Түркістанда көрмегені жоқ. Қаншама кітаптар өртенді сол кезде, қаншама ілімді білімді тұлғалар кетті. Сол 1864 жылдан бастап Түркістан тарихы басқа реңге ауыса бастайды. Өте күшті, керемет. Жақсы әсер қалдырып жатыр. Бұйырса, жол түсіп келеміз. Алматыға өте керемет әсер алып жатырмыз. Біз Ақтөбе облысы Темір ауданынан келіп тұрмыз. Керемет Түркістан қаласындағы барлық жерлерді көп істерді көріп жатырмыз. Және ағайымыз Сыйлан ағайға көптеп рахмет айтамыз. Құрметті Түркістан қаласының жерлестері, біздер мына Темір ауданы Ақтөбе облысынан келіп отырып, Шұбарқұдық елді мекеннен. Мына өзіміз туристік саяхат 3 күн демалысымыз міне бүгінгі мәресі жетті. Соңғы күніміз бұйырса міне Қожа Ахмет Яссауи кесенесіне келдік. 3 күндік демалысымыз өте керемет, сәтті өтті. Мысалы, тарихта мысалы естіп біліп жатырық, бірақ көзбен көріп, қолмен ұстап, өзіміз сондай нәрсені сезіндік. Өте керемет деңгейде өтті. Осындай халыққа жаңағыдай жан-жақтан келетін адамдарға тек өзім ойым бұйырсын, осындай демалысқа келсін. Әдемі жер, Түркістан супер. Жақсы, осы ұйымдастырушыларға және Темір ауданында кәсіподақ ұйымына шын алғысымызды білдіреміз. Осы 3 күн ішінде осы Түркістан өлкесінің тарихымен, яғни өзіміздің рухани байлығымызды өз-өзімізді көріп, шын қуандық. Яғни барлық осы ұйымдастырушыларға шын алғысымызды білдіреміз. Сәлеметсіздер ме? Мынау ең алдымен Темір ауданы кәсіподақ ұйымына, одан кейін мектеп басшыларына, әкімшілігіне өз алғысымызды білдіреміз. Және осы Түркістан қаласына келгендегі алған әсеріміз өте күшті. Оның ішінде тарихи нысандар, отырар, сауран қалалар секілді, одан кейін Қожа Ахмет Яссауи кесенесі өзіміз тарихшы ретінде оқушыларға көргенімізді айтып, жақсы бір естелік болады деп ойлаймын. Мына 3 күндік туристік саяхат өте ұнады, керемет. Біздің білмей осы тарихымызды білмеген жерлеріміз өте көп. Мына Түркістан шаһарында деген тарихи жерлер деген өте көп екен. Соны көзбен көріп, қасында жүріп, ұстап көрген ол бөлек сезім. Барлығымыз, барша қазақстандықтар осындай жерлерді біз қадірлеп, қастерлеп, көріп, көруіміз керек. Сол себепті баршаңызды Түркістан шаһарына шақырамыз. Бізге саяхат өте ұнап жатыр.